Мысық. Бұл екеуі дос болып жүреді. Мақта қыз үйін жинап жүріп, бір мүйіз тауып алады да мысықты шақырады. Мысық келмейді. Қыз, келмесең келме, деп мүйізді өзі жеп қояды. Жеп болған соң мысық келіп, неге шақырдың деп сұрайды. Мақта қыз айтпады. Сонан соң мысық келіп, ендеше қатығымды төгем дейді. Мақта қыз, мен құйрығымды кесіп аламын дейді. Мысық қатықты төгеді. Мақта қыз мысықтың құйрығын кесіп алады. Мысық, апа, мақта қыз, құйрығымды берші дейді. Мақта қыз, менің қатығымды төле дейді. Сиырға барады. Сиыр, маған қатық берші. Сиыр, менің қарным ашып тұр, маған жапырақ әкеп берші дейді. Мысық ағашқа барып, ағаш, жапырағыңды берші дейді. Ағаш, мен шөлдеп тұрмын, су әкелсең, жапырақ беремін дейді. Мысық суға бара жатып, су әкеле жатқан қыздарды көреді. Қыздар, маған су беріңіздерші дейді. Қыздар оған, бізге сағыз әкеліп берсең, біз саған су береміз дейді. Мысық дүкенге барады. Әй, дүкенші, маған сағыз берші дейді. Дүкенші, маған жұмыртқа бер дейді мысық. Тауыққа барады. Тауық, маған жұмыртқа берші дейді. Тауықтан, бізге дән әкеліп берсең, біз саған жұмыртқа береміз дейді. Мысық, енді не қыламыз деп бара жатса, бір үн қазып жатқан тышқанды көреді. Мысық тышқанды бас салады. Жаныңның барында айт, үйіңде не бар дейді. Тышқан қорыққанынан, үйімде бір табақ тарым бар дейді. Мысық, маған бір уыс тары бер дейді. Тышқан үйіне барып, бір уыс тары әкеліп береді. Мысық тарыны апарып, тауыққа жұмыртқа береді. Жұмыртқаны апарып, дүкеншіге береді. Дүкенші сағыз береді. Сағызды апарып қыздарға береді. Қыздар мысыққа су береді. Ал мысық суды апарып ағашқа құяды. Ал ағаш жапырағын береді. Жапырақты апарып сиырға береді. Сиыр қатық береді. Қатықты апарып мақта қызға береді. Мақта қыз мысықтың құйрығын берді. Осымен ертегі аяқталды. Олар тату-тәтті өмір сүреді.